Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Қалдарыңыз қалайсыздар? Мен бүгінгі мастер-класста дәл осындай нәскиді екі түстен, екі жіптен тоқуды үйренетін боламыз. Бұл мастер-класс спицамен тоқуды білетін жандар үшін. Бұл видеода біз резинаны қалай тоқу керек, өкшені қалай дұрыс шығару керек, және де нәскиміздің басын доп-домалақ етіп, әдемі етіп шығаратын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Әрине, ол үшін бізге жіп керек. Жіптің қазір неше түрлері бар, бірақ менің дүкенімде бар жіп осы болды. Менде Нако деген фирма. Бұл жерде қыздар жіпті таңдаған кезде құрамына қараңыздар. Құрамында акрилы бар, жіпті таңдағандарыңыз дұрыс болады. Менікі жартылай акрил, жартылай шерсть. Не үшін акрил деген сұрақ? Акрил, егер де сіздер құрамында акрилы бар жіпті қолданатын болсаңыздар, сіздердің тоқып жатқан өнімдеріңіз қаттырақ шығады. Ол бізге керек, өйткені біз нәски тоқимыз, нәскиміздің өкшесі қалыңырақ болған дұрыс. Тағы да бір нәрсе, сіздердің тоқып жатқан өнімдеріңіз түйіршіктелмес үшін, түйірленіп шығып кетпес үшін құрамында акрил бар жіпті таңдаңыздар. Акрилмен және осындай жіппен, және де мен ангорды үйлестіріп тоқып жатырмын. Қараңыздар, цветі қандай әдемі. Әртүрлі түстен, бірақ дәл осындай әдемі нәски шығады. Екінші жіпті басқаша түстен қылып алсаңыздар екен. Жіптің құрамы менде 100 граммда, 100 грамм, яғни менде бір мынандай матокта 200 метр. 200 метрдан қыздар менде осындай біреуінен екі нәски шығады. Мысалға біреу, тағы да біреу шығады. Яғни қанша шығын кетті, және де қаншаға сатуға болатынын видеоның соңында немесе орта жағында айтамын. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Цветі міне осындай, номері 569. Егер ұнаса, скрин жасап алыңыздар. Міне, бұл менің жаңағыдай жүні көбірек жібімнің сырты. Бұл құрамының барлығы мына жерде қалай неделіпті, қалай таңдаймыз, онымен бұйырса келесі видеоларда айтамын. Бұның әрқайсының мағынасы бар. Дәл қазір мен алған жіппен жай ғана тоқып берсеңіздер болады. Бұл жерде мына жерде X деп тұрған, ол спицамыздың суреті. Яғни бұл жерге 3 немесе 4 спица келеді деген сөз. Мына жерде қанша сантиметрда, қанша қалыңдықпен тоқимыз, барлығы мына жерде түсіндірілген. Бұны мен қазір видеомды ұзақ қылғым келіп тұрған жоқ, сондықтан да мен нәскиімді бірден бастап кете беремін. Спица менде номер 3,5. Осындай бізге 5 керек болады. Біз 5 спицамен тоқитын боламыз. Негізі 5-ді көбісі қиын көреді. Жоқ, қыздар, біреумен қалай тоқисыз? Тура соны 5-ке бөлесіз ғой. Мысалы, яғни сіз 50 жіп алатын болсаңыз, мына жерге, соны сіз осы 4 спицаға бөліп тоқисыз. Болды. Бар айырмашылық сол, қыздар. Қиын көрмейміз. Бәрі оңай, бәрі қолымыздан келеді. Басқаның қолынан келді, біздің де қолымыздан келеді. Ендеше кеттік. Мен сізге сәттілік тілеймін. Және де бізге осындай шептик және сызғыш керек болады. Немесе сантиметровая лента да бола береді. Ал енді мастер-классымызды бастайық. Спицамен жұмыс жасай алмайтын қыздарға өтініш, спицамен видеоны бірінші көріп үйреніп алыңыздар. Оң және де сол тоқуды білсеңіздер болды. Сіздер де мен сияқты нәски тоқып кете бересіздер. Спицамен тоқудың бір ғана шарты оң және сол тоқуды білсеңіздер болды. Ал қалғанның барлығын үйрену жеңіл. Енді біз екі спицамыз аламыз. Мен мына жіпті қой тұрам, менде осындай қолданылған жіп бар, сомен тоқимын. Біз қазір екі спицамызды аламыз, қыздар. Және де екі жібімізді бірге қосып аламыз. Сіздерге айтайын дегенім, егер де мысалы қандай түспен қандай түс мүлдем үйлесетініңізді білмей жатсаңыздар, дүкенге барып, мынандай жіптер тұрады ғой, соны жіптерін былай бір-біріне сәйкес еткіздіріп алсаңыздар болады. Мысалы, екі жіпті ұстайсыз да, былай араластырасыз екен. Екеуі жараса ма, жараспай ма? Бұрап көресіз осылай. Енді ол жақта ашуға рұқсат бермейді, әрине, бірақ кішкене бір шетін ашып көруіңізге болады. Ал қыздар, жібімізді кішкене былай етіп аламыз. Бізге спицамызға 44 жіп керек болады. 44 жіпімізді аламыз. Әне, мынау екі жіптің ұшымен былай қарай тартамын. Бұл жерде бір нәрсе бар, мен қалай есептеймін, қанша сантиметрге дейін тартамын, қаншалықты болады деген сұрақтар да болуы мүмкін. Менің негізгі өзімнің техникам, қанша петелька алуым керек, 44 петелька болса, онымен 44 сантиметр деп есептеймін да. Егер де 44 петелька алуыңыз керек болатын болса, онда сіз 44 емес, 88 сантиметр аласыз. Түсініңіз ба? Яғни 2-ге көбейтесіз. 44-ке 44-ті қосамыз. Өйткені қазір біз жібімізді кішкентай алсақ, ол бізге жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан мен қазір 84 сантиметр жіпті алып аламын. 84 емес, енді 90 деп есептей беремін. Артығымен алған дұрыс, жетпей қалғанға қарағанда.
Мына қыздар, мен 90 сантиметр жіптеге алып алдым. Енді кәдімгідей жібімізді өткіземіз. Дәл осылай, міне қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дәл осылай 44 жіпті өткіземіз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жерде мына жібіміз мына спицамыздың ортасына кіріп кетпеу керек. Барлығы бірдей көлеммен болу керек. Осыны мұқият байқаңыздар. Егер де мүлде спицамен тоқуды білмесеңіздер, өтініш спицамен тоқуды 0-ден бастап үйрену видеосын көріңіздер. Мен ссылкасын астыға қарай қалдырып кетем. 44 жібімізді алып алдық. Ал енді біз бұларды спицаға бөлетін боламыз, қыздар. Біз қазір резинка 2-2-ні тоқитын боламыз. Яғни кәдімгідей мына жағы созылатын резинка тоқимыз. Бұл резинамыз 2-2 деп аталады. Міне. Екі жақ оң жақ, екі жақ сол жақ, екі жақ оң жақ, екі жақ сол жақ. Оң 2-2 петелькадан тоқылған. Енді сіздерге оны көрсетейін, қараймыз. Мына бір спицаны алып тастаймыз, қыздар. Қазір мен алып тастайын. Бір спицамызды алып тастаймыз. Бізде жіп барлығы бір спицада қалу керек. Енді қараймыз. Мына жақтағы жаңа артылып қалған жібіміз сол осылай тұрады. Бұны шыдас тоқып кетпеңіздер. Енді келесі жіптен бастап, міне біріншісін оң тоқимыз. Екіншісін де оң тоқимыз. Қайтадан екіншісін сол тоқимыз. Тағы да біреуін сол тоқимыз. Міне. Бізде екі оң, екі сол болды. Енді қайтадан оң тоқимыз, міне. Оң, тағы да оң, сол, қайтадан сол. Қайтадан сол тоқимыз, қайтадан оң тоқимыз. Яғни 44 жіпті сіздер 4-ке бөлесіздер. Бұны даже 3-ке де бөлсек болады. Тағы мен 2 сол тоқи салайын. Міне, енді келесі спицамызды аламыз. Мына жерде 2 солмен аяқталды ма? 2 оңмен басталады. Екі сол. 2 оң. 2 сол. Міне дәл осылай 3 немесе 4 спицаға бөлеміз. Содан кейін қалай құрастыру керек екенін айтатын боламын. Міне қыздар, енді барлығын осылай тоқып болдық, иә. Жіптеріміз осылай ілініп тұр. Ең басты нәрсе, қыздар, біз қазір осы жерін құрастырамыз. Бас жағы кішкене 1-2 жол қиналуыңыз мүмкін. Осыдан өтіп алыңыздар, қыздар. Ары қарай уже өздеріңіз ақ қолдарыңыз ызып кететін болады. Енді бізде мына тоқып болғаннан кейін біздің узорларымыз кішкене болсын жылжып кетеді. Мына басын қырқпаймыз. Басы, мына жібіміздің бар ғой, осы біздің тоқымамыздың басы болады. Қазір айтамын. Мына жерде узорларымыздың бәрін жөндейміз. Айналып кетпесін, барлығы бірге бір бағытқа қарай жатып қарап тұрсын. Енді бұларды қазір бір-бірімен біріктіреміз, қыздар. Мына бізде жібіміздің басы. Енді ары қарай ең бірінші петелькамызға спицамызды кіргізіп, мына жақтағы жіп бар ғой, мына тоқиды. Сонымен кәдімгідей ары қарай тоқи береміз. Міне дәл қазір 2 оң, 2 сол тоқимыз. 2 оң, 2 сол.
сол, сол, оң, оң, теріс, теріс. Қайтадан менде спицамда 11-11 ішпен болу керек, ол қатып қалған заңдылық жоқ. Қалай сізге ыңғайлы, солай жасай беріңіз. Мүмкін сізге 3 спицамен ғана ыңғайлы шығар, менде біреуіне 12, біреуіне 15-тен солай кетіп жатыр. Ештеңе етпейді. Ең бастысы сізге тоқу ыңғайлы болса болды. 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Теріс. Оң. Дәл осылай ары қарай жалғастыра береміз. Оң. Оң. Сол. Сол. Оң. Мұны 6 сантиметрға дейін осылай резина тоқып шығамыз, қыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін. 6 сантиметр резинамызды оң, теріс, оң, теріс барлығын осылай тоқып шығамыз. Бізде уже резинамыз шықты, мінекей. Резинамыз шықты. Резинамыз тоқылды. Мына жерге келетін болсақ, мына жақындатып көрсем, мәсе осындай болды. Бұны ең соңында былай крючокпен мына жаққа қарай ауыстырып жіберуге болады. Бірақ дәл қазір осылай тұра берсін. Енді қыздар, мен 3 спицамен тоқып жатқаннан кейін сіздерге былай түсіндіре салайын. Сіздерде мына осылай тоқыдыңыздар. Мынау жіптің басы болып есептеледі. Мына тоқымамыздың басы, бір рет айналып келдіңдер. Мына жаққа қайта келдіңдер ма? Мына жіп тұрған. Демек сіздерде 1, 2 деп санай беруге болады. Енді қыздар ары қарай. Мына жерге дейін біз 4 сантиметр тоқимыз. 4 сантиметр тоқимыз. Тек қана оңмен ғана тоқимыз. Қараңыздар. Бағана араластырып едік қой. Енді тек қана оң тоқып шығамыз. Достар, мінекей мен мына жерін 4 сантиметр етіп тоқып алдым. Енді қараңыздар. Және де мен осылай 2-ге бөліп қойдым. Өкшеге дейін биіктікті тоқимыз. Мына жаққа дейін кішкене тоқып аламыз. Одан кейін барып өкшемізді шығарамыз. Түсінікті ғой, 2 петелькаға бөліп қойдым, қыздар. Бізде барлығын санағанда 44 петелька, мына жақта 22, мына жақта 22. Енді біз қазір мына жақта біздің жібіміз ең басында басталған еді ғой. Осы жақтан біз қазір ары қарай мына жаққа дейін кішкене тоқып аламыз. Тек қана бір жағын ғана тоқимыз, ал мына жағы астыңғы жағы қала береді. Мына жағын біз тоқымаймыз, қыздар. Енді қараңыздар. Бірде бөліп алыңыздар. Мына жақта 22, мына жақта да 22 болу керек. Яғни 44-ті 2-ге бөлеміз. Бірдей болу керек. Тоқыған кезде енді мына спицамызды алып, бірінші петелькалар, бірінші мына жібіміз тоқылмайды. Мына бірінші жібіміз. Оны жай ғана шығарып ала саламыз, болды. Одан кейінгі келесінің барлығын оң тоқимын. 3, 4, 5. Мына былай жақындатып тоқыңыздар. Және де бұл енді 2 жіпті қосып отқаннан кейін, қыздар, мен мынау соңына дейін оң тоқып шығамын. 2 жіпті қосып отқаннан кейін кейде болады, бір жіптер мысалы былай қалып қалады. Соны қалдырмауға тырысыңыздар. Әйтпесе шығып кетеді. Мына осы соңына дейін оң тоқимыз. Және де ең соңғы жібімізді қалдырып қоямыз. Ең соңғы жіпті біз сол тоқимыз. Бізде, қазір мен сіздерге көрсем, бізде шетінде әдемі узор пайда болу керек. Ең соңғы петельканы біз солға тоқимыз. Солға баламыз.
екі осындай немен сіздер тура мен сияқты бөліп алсаңыздар, сіздерге қиын болса, мынаны тағы да ортасынан бөліп алыңыздар. Мына жаққа тиіспейміз. Мына жаққа егерде тоқу ыңғайсыз болса, мына жарысын бөліп басқа спицаға, жарысын бөліп осы басқа спицаға, яғни 3 спицамен тоқсаңыздар да болады, ыңғайлы болады сол кезде. Енді қайтадан мына қатар тоқып кетпеңіздер. Енді қайтадан жібімізді былай қойып аламыз да, міне артқа қарай. Не істейміз? Бірінші жібімізді біз тоқымаймыз. Бірінші жібімізді біз алып тастаймыз. Қалғандарының барлығын оң емес, енді сол тоқимыз. Сол, яғни теріс. Оң, теріс. Мынау теріс. Осылай соңына дейін теріс тоқып шығамыз. Қараңыздар. Барлығын теріс тоқимыз. Яғни, түсініңіздер ме? Оң жаққа қарағанда оң тоқимыз. Артқа қарай теріс жағына қарағанда солға, яғни теріс тоқимыз. Оң жағына қарағанда оң тоқимыз, сол жағына қаратқанда сол тоқимыз. Міне, ең соңғысын сол тоқыдым. Енді қайтадан мына жағына қаратамыз да, бірінші жіп тоқылмайды. Бірінші жіп тапсаймыз. Келесі жіптің соңына дейін міне оң тоқып шығамыз. Оң тоқып шығамыз. Мысалға былай жазсаңыздар болады. Егерде сіздерге осы соңына дейін оң тоқимыз да, ең соңғысын теріс тоқимыз бір рет, бір петелька. Ең соңғы қалған бір петельканы біз теріс тоқимыз. Мына ең соңғы біздің жібіміз қалды. Осы ең соңғы жіпті сол тоқимыз. Енді қайтадан аударамыз. Міне көрдіңіздер ме? Мына жағы уже ұзарып келе жатыр. Мына жағы тура сол қалпында тұр. Міне қыздар, енді мен оң жағына қарай келдім, иә? Қараңыздар, оң жағына қарай келдім. Сіздерге айтайын деген, міне қазір тағы да тура осылай жалғастырамыз. Бірінші петельканы, міне қыздар, қараңыздар, оң жағын тоқып жатқан кезде ең бірінші петельканы осылай аламыз. Еш нәрсе тоқымаймыз бұған. Келесінен бастап оңға тоқып шығамыз. Міне соңына дейін оңға тоқып шығамыз. Және де соңғы петельканы біз теріс қылып тоқимыз. Ал мына жағына қаратып былай тоққан кезде де бірінші петелька үнемі тоқылмайды. Бірінші петельканы алып отырыңыздар. Қалғандардың барлығын теріс тоқимыз да, соңына дейін теріс тоқимыз. Бірінші петелькаларды аламыз, соңына дейін оң жағына келген кезде соңғы жағын теріс қыламыз. Бірінші петелькалар үнемі тоқылмайды. Міне қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Менде 9 шықты. Сіз 10 қылыңыз, 11 қылыңыз, 12 қылыңыз мүмкін. Білесіздер, мен 37-38 аяққа тоқып жатырмын, е? Міне, мына жақта да санайық. Міне, мына екеуін қосқан кезде бір болып саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, е? Менде 9 болды. Енді ары қарай не істейміз, қыздар? Біз өкшеміз шығаратын боламыз. Өкше шығару өте оңай, қыздар. Маған вообще қатты ұнайды негізі. Ал енді бұл жерде 22 петелька. 22-ні біз 3-ке бөлеміз. Бөлген кезде бізде ортасына көбірек қалу керек. Мысалға, мен қазір 10-нан бөлін деп тұрмын. 10-на ортасына 10 қалдырам, жан жақтарына 6-дан қалдырам. Сонда менде общий 22 шығады, иә? Сіздерде мысалға өздеріңіз бөліп көріңіздер. Сіздерде мүмкін 50, 52, немесе 48 петелька алған болсаңыздар, соның ортасына көбірек қалдырасыздар. Екі жағына қалған петельканы бөліп қоясыздар. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші петелька тоқылмайды, ары қарай 2, аяқта санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Мен 6 петелька қалдырам дедім, 7, 8,
Мынау алтау бөлек есептейміз. Алтау, үшеу, ортасына қалады. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ортасы мен 10-ға бөлем деп айтқам. Соның наказ 9-шысына келдім. Енді 10-шы мен 10-шы жіппен мына келесі жіпті мен бірге қосып қысқартамын енді. Екі жіпті бірге алып, бірге тоқып жіберемін. Енді мынау бағана қысқартқанымызды тоқымаймыз. Былай шарт тастаймыз. Былай шарт тастадым. Енді бұл жақта керісінше тетрінен, яғни теріс тоқимын. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Есептедік. Мына жақта 6-ау қалдырамын деп едім. Енді жаңа біреуін қысқарттым. Мына жақта 5-еу қалды. Ортасында 3, 6, 9. 10-шысымен келесі мына жақтағы бір петельканы қысқартамын. 2 петельканы аламын. Мына жақта 6 деп айтып едім ғой. Олар 5, 4, 3, 2, 1 болып, олар өзі қысқарады да бізде өкшесі шығады. Өкшесінде бізде 10 петелька ровно шығу керек. Екеуін оңда да, оң жағына келген кезде, сол жағына келген кезде қысқартып отырамыз. 2-2-ден, бірақ оң жағына келген кезде оң қысқартамыз, сол жағына келген кезде сол тоқып қысқартамыз. Түсінбей жатсаңыздар, қайтадан көрсетемін. Қысқартылған петельканы алып отырамыз. 1, 2, қараңыздар. Мұны уже сіздер қысқартқан жер мұны ашық болып көрініп тұрады міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни 10-шысы мен, 10-шы петелькамен келесі мынау жандағысының біреуін алып қысқартып отырамыз. Оң жаққа келгенде оң қысқартамыз, сол жаққа келген кезде терісінен тоқып қысқартамыз. Қайтадан бірінші петельканы алып тастаймыз. Мына жақта енді терісінен тоқимыз. Біреу. Мына жақта біз бағана қысқарттық. Бұл бізде орны ашық тұрады осылай. 1, 2, 3, 4. Бұны есептеп өтпей-ақ, мына жерде орны ашық қалған жерден білсеңіздер болады. Мені қараңыздар, мына жақта уже орны ашық тұр бізде. Мына жақты қарасаңыздар. Орны ашық, е. Енді тағы 3, 6, 9. 10-шы петелькаға келген кезде және келесі жандағысымен бірге 2 петельканы терісінен қысқартамыз. Терісінен. Енді оңға қаратамыз да бірінші петельканы алып тастаймыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, міне. 13-сімен келесі жіпті қысқартамыз. Оңға келген кезде мен екеуін аламыз да. 2 петельканы аламыз да. Қысқартып жібереміз. Бізде өкшеміз осылай шығып келе жатырмын. Міне достар, біз осылай жалғастырамыз. Ең соңында бізде мына ортасында 10 петелька болу керек, ал мына жан жақтарында ештеңе қалмау керек. Барлығын қысқартып шығамыз. Мінекей достар, біздің өкшеміз шықты. Бізде 3, 6, 9, 10.
10 петелька спицамызда тұр. Енді ары қарай не істейміз? Мына жерде әр қайсысы, мына жаңа көрсеттім ғой мен. Осылардың әр қайсысын бір-бірден шығарамыз. Әр қайсысына шығарып отырамыз, бірақ ең бірінші жіпке тиіспейміз. Мына ең соңғы жіпімізге тиіспейміз. Міне. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 болу керек. Өйткені біз 9 петелька шығардық. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, міне 9. Енді біз бұларды арғай тоқимыз. Арғай тоқып шығамыз. Мұны енді кәдімгідей оң тоқимыз барлығын. Шеттен әрқайсысын біртіндеп оңға тоқимыз. Міне бізде 9 шықты. Енді ары қарай қыздар мына жақтың барлығын оң тоқып шығамыз, барлығын соңына дейін. Мына жердің бәрін оң тоқып келдім ғой. Енді ары қарай мына жағынан бастап енді мына жіптерді шығарып аламын. Спицамызды аламыз. Былай қарай кіргіземіз. 1, 2, мына шетінен қарай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мін. 9-ды біз осылай кіргізіп алдық. 3, 6, 9. Енді осыны тоқимыз. Жақтың барлығын оң тоқимыз. Мына жақтың барлығын оң тоқып шығамыз. Мінекей. Енді біз мына жаққа дейін өкшемізді және де мына жерге дейін тоқып келеміз. Ең соңында 2 петельканы қалдырамыз. Қалғанның барлығын 10 тоқып шығамыз. Міне. Мына жерге дейін 10 тоқып шығыңыздар. Міне қыздар, мен ең соңғы петелькаға да келіп қалдық. Бұл жерде біз 2 петельканы қысқартамыз. Осылай қысқартамыз. Неге қысқартамыз десеңіздер, бізде басында 44 еді ғой, ал дәл қазір бізде уже көбірек болып тұр. Сондықтан мына жақтағы петелькаларымыз 44 болмайынша біз қысқарта береміз қыздар. Енді ары қарай мына жақтың барлығын оң тоқимыз. Одан кейін барып мына жаққа келген кезде тағы да екеуін қысқартамыз. Ол жағын қазір көрсем. Енді қыздар, біз мына жаққа келдік қоя. Біз бұл жерде де 2 петельканы қысқартатын боламыз. Мына қараңыздар, мына 1, 2. Дәл осылай қысқартамыз. Түсініп жатырсыздар деп ойлаймын қыздар. Жалпы мына жаққа дейін біз оң тоқимыз, барлығын оң тоқимыз. Тек қана мына екі шетімен, мына екі шетіне келген кезде 2 петелька қысқартамыз. Мына жаққа келген кезде 2 петелька қысқартамыз. Мен жағына 1-еуін қысқарттым, міне тағы да 1-еуін қысқарттым. Тағы да мына жақтан 1-еу қысқартам, тағы да мына жақтан 1-еу қысқартам. Сонда менде общий барлық 44 болады. Мінеке қыздар, мен осы бағана менде 4 спица еді. 3 спицаға барлығын кіргізіп алдым.
Менде барлығы 44 петелька болды. Басында біз 44 алған едік. Енді дәл қазір қысқартып 44 петелькаға жетті. Міне бізде өкшеміз өте әдемі шықты. Ары қарай барлығын осылай айналдырып оңмен тоқи береміз. Сіздің аяғыңыздың размері қанша сантиметр тоққыңыз келеді, сонша сантиметр тоқисыз. Мысалға, міне жаңа біз осы жердеміз, өкшесін шығардық. Міне осылай айнала соңына дейін тоқи береміз. Аяғыңыздың мысалға, мынау аяқ болса, сіздердің саусақтарыңызға бір аяқталуына 2-3 сантиметр қалған кезде тоқтатамыз. Біз сол жерде осылай домалақ қып аяғымызды шығаратын боламыз. Оға дейін қанша сантиметр тоқи бересіздер. Мен мынау нәскиімде, мен бұл жерде 16 сантиметр тоққан екенмін, былай есептеген кезде 16 сантиметр. Және де мынау басы бар, басына 2-3 сантиметр кетеді. Оны да есептеуді ұмытпаңыздар. Сонымен біз барлығын оңға қараймын, барлығын оң қаратып, соңына дейін тоқып шығамыз. Яғни аяғыңыздың ұзындығына байланысты. Қанша сантиметр тоқисыз, сонша сантиметр тоқып келіңіздер. Басын жабамыз, бас жағын. Бас жағын жабудың да неше түрлі варианттары бар, бірақ ең оңайын мен сіздерге айтқым келеді. Кезінде бұл вариантты маған әжем үйреткен, сондықтан қарап алыңыздар, өте оңай. Ең бастысы, жіпті біз басында қалай тоқып бастадық. Біз басында білесіздер 4 спицамен бастаған болатынбыз. Басында біз 44 спицамен бастадық па, тура соны 4-ке бөлеміз. Сізде қанша спица бар, соны 4-ке бөлесіздер. Менде 44 болған, мына жағында да, бас жағында да 44, қазірде 44. Енді осы 44-ті 4-ке бөлдім, 11-ден қалды. Енді қараңыздар. Мына қысқартқанда, қыздар, мен ең соңынан қысқартам. Бұны аяқтарыңызға киіп көресіздер. Аяқтарыңыз ыңғайлы болса, болды, уже қысқарта бересіздер. Қыздар, міне мен қазір ең соңына дейін оңмен тоқып жатырмын. Ең соңына келген кезде 2 петелька қалдырамын. 2 петелькамын соңында, ең соңында 2 петелька қалды. Ол бір-біріне қысқартып жіберемін. Міне. Қараңыздар. Ой, міне қысқарды. Міне қысқарды, қыздар. Дәл осылай. Әр спицамыздың әр соңына келген кезде қысқартып отырамыз. Оға дейін оң тоқимыз. Қалған екеуін бір-біріне қысқартамыз. Сонда бізде басы домалақ болып әдемі бола бастайды. Әр спицамыздың соңына 2 петельканы қалдырып, сол екеуін қысқартамыз. Түсінікті ғой, қыздар, мені қараңыздар, мен қазір осы жаққа дейін оң тоқимын, 2 петельканы қалдырамын, екеуін қысқартамын. Қайтадан соңына дейін тоқимын, 2 петелька қалдырам, екеуін қысқартамын. Қайтадан соңына дейін 2 петелька тоқимын, 2 петельканы, ең соңындағы 2 петельканы қысқартамын, тағы тоқимын, ең соңындағы 2 петельканы қысқартамын. Осай спицамызда 4 петелька қалғанынша тоқып шығамыз. Бізде әр спицамызда бір-бірден қалды. Енді жоқ. Міне бізде 4 спицамызда 4 бір-бірден 4 петелькамыз қалды. Енді оны жабу үшін бізге крючок керек болды. Крючок менде номер 3. Міне бағана мен осы жерден бітіріппін. Енді келесі спицадағы надевімді крючокқа міне крючокты кіргіздім. Осылай міне мына жіпті бір тоқып жіберемін. Алып тастаймын. Бізде мына жіп оған да міне спицамызға
крючогымды кіргіздіремін. Мына жіпті алып келемін да, мына тесіктен шығарамын. Мынадан кіргіздім. Мынаны алып тастаймын. Және ең соңғы жібім. Крючокты кіргіземді алып тастаймын. Мінекей бас жағы. Мынау аяқ жағы. Былай қарасақ, осындай әдемі вид пайда болады. Енді біз бұл спицаны, мына қалған жіпті крючогыма былай кіргіземін да, басын тауып аламын крючокты. Мына үшбұрышты басын табыңыздар. Мына тура ұшына кіргіземін да, осы крючогыма жіпті алып, бері қарай шығарамын. Енді мына көріп отырсыздар ма? Мына ұшына мен крючогымды кіргіздім да, осы жібімді алып, былай қарай шығарамын. Енді носкимізді теріс аударамыз. Бұл жіпті былай қалдырмаймыз ғой. Бұл жіпті де қазір жіпті қосып тоққаннан кейін былай байлап жіберуге болады. Одан кейін барып, мынандай жерлерден жібімізді осылай шығарамыз. Осылай шығарып, біз енді жібімізді қырқамыз. Міне бітірдік. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Мынандай бітірген доп-домалақ болып бітіреміз. Орта жағы ашып қарсаңыздар, мына осылай бітеді. Енді қыздар, мына бас жағындағы жіп бар. Осы бас жағындағы жіпті енді бұны жөндейміз. Мынаны қараңыздар, бізде мына жақ кішкене үлкенірек, мына жақ кішкене кішірек болып тұр. Бұны кәдімгідей крючоктың көмегімен тоқып жіберсек болады. Яғни мынау биік жерінен мына жаққа дейін кішкене болсын тоқимыз да, соңында жіпті қырқамыз. Қараңыздар. Бұны былай істемей-ақ қойсаңыздар да болады. 2-3 рет ғана өтіп жіберсек болғаны. Мына бізде білінбей кетеді. Енді мына жерде оң тоқығанымыздың астына қарай жіберсек, бізде резинамыздың қай жақтан басталып, қай жақтан бітіргеніміз байқалынбай әдемі оқыпты шығады. Сондықтан мынау бітірген резинамыздың орталарына білдіртпей қосып, міне бағана мына жақпен аяқтадық па, енді мына жақпен аяқтаймыз. Мен сіздерге айтайын дегенім, бұл 2 пара нәскиге менде 1600 теңге шығын шықты. Яғни мынандай спицаларды санамағанда. Егер сіздер спицаны санайтын болсаңыздар, бұл спица номер 3-5, бұл бағасы біз жақта енді 450 теңге тұрады. Егер крючокты енді басып атқан болсаңыздар, барлығының шығынын санайсыздар. Және де өздеріңіздің уақыттарыңызды, өздеріңіздің энергияларыңызды жұмсаған шығынға жаңағыда бірге-бір қосып, енді өздеріңіз білесіздер, қанша қосасыздар. Дәл солай жасап, бизнес бастасаңыздар болады қыздар. Сіздерде осылай заказ алып, мен сіздерге заказ алып, табысты болуларыңызды тілеймін. Енді менде мына жіп қалай бар, тура солай болмаса да, енді кішкене болсын кетті. Бірақ бұның метрі өте үлкен болғандықтан менде көбірек қалды. Ал менде бір жіптен менде осынша қалды. Ал егер сіздерде қалыңырақ қалайтын болсаңыздар, онда сіздерге тағы да мынадайдан бір жіп қосу керек болады. Не мынадайдан, кәдімгі қарапайым жіппен, не мынандай жүні бар жіптен
біреу қосып 3 жіп қылып тоқсаңыздар да болады қыздар. Бар менде асадық қалған жібім осы. Біз мастер-класс аяқталды. Баршаңызға көп рахмет.